Сәлеметсіздер ма достар? Бүгін сіздермен айранға дрожжасыз тез және дәмді шелпектер жасау әдісімен бөліскім келеді. Егер сіздерге қызық болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бөлме температурасындағы айранға ас содасы, тұз және қантты салып, араластырып, ұнды салып қамыр жасаймыз. Мөлшерлерін видеоның астында жазып қалдырдым. Дайын болған қамырымызды бетіні жауып, жарты сағатқа демалуға алып қоямыз. Демалған қамырымызды алып, 7 бөлікке бөліп, зуала жасап аламыз. Зуаларымызды алып, осылай жайып аламыз. Қызып тұрған майда шелпектерімізді қызарғанша пісіріп аламыз. Дрожжасыз осылай шелпектерді тез және оңай дайындауға болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Пікірлеріңізді комментарияда күтіп қаламын.